Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге сурет салудың бәріміз біле бермейтін, бірақ әрбір адам үшін өте қажетті құпияларын айтып бергім келеді. Барлық адам сурет салады, бірақ не үшін екенін түсінбейді. Сурет салудың маңызы мен қажеттілігін білсе, бәріміз де қолымызға қайттан бояу ала бастаған болар едік. Сурет салудың адамға қаншалықты қажет екенін білу өте маңызды. Соның ішінде балаға сурет салу жай ғана бейнелеу өнері емес, салған суреттері арқылы баланың өмірге деген көзқарасы мен адамдармен қарым-қатынасы секілді түрлі ақпаратты да алуға болады. Сондықтан бір сәтке балаңыздың салған суретіне үңіліп мән бергеніңіз жөн. Балдырғандар үшін сурет салу, көркем сурет сабақтары моториканы жақсы дамытатын құрал. Сурет салу ойлауды, сөйлеуді, көруді және мидың екі бөлігінде дамытатын керемет құрал. Өйткені сурет салу кезінде мидың екі жарты шары қатысып нейрондық байланыстар белсенді түрде пайда болады екен. Бала сурет салған сайын миындағы шығармашылық, өнерпаздық нейрондар бір-бірімен байланысады. Сөйтіп, кеңістік, ақыл, ой мен қиялды дамытады. Келесі бір құпиясы, сурет салу процесінде нақты нәтиже алынады. Яғни бала алдына мақсат қояды, ол қойған мақсатына қалам арқылы жетуге үйренеді. Сонымен қоса сурет салу баланы тыныштыққа үйретеді екен. Әсіресе мынау қырсық, қыңыр болудан сақтайды. Депрессияға және неврозға бейім балаларға сурет салу өте пайдалы екен. Кескіндеме арқылы балалар қоршаған әлемді шығармашылық тұрғыдан түсінуге үйренеді. Және әр адамның өзінің шындықты қабылдауы, объектілер мен құбылыстарды өзіндік көзқарасы бар екенін түсінуіне де сурет әсер етеді. Ендеше кімдер сурет салады? Бұл сұрақ бәрімізге де қызық шығар. Ендеше бұл сұраққа жауап іздеп көрейік. Көптеген зерттеуге қарағанда, отбасы мүшелері көбірек сурет салумен, жазумен шұғылданатын болса, бала да сурет салуды ерте бастайды екен. Яғни баланың сурет салуына себеп үлкеннің әрекетіне еліктеушілік. Ересекке еліктеу бала үшін жаңа нәрсені меңгерудің қайнар көзі және басты тәсілі. Алғашында бала еш нәрсеге қарамай қағазды шимайлай бастайды, алайда ол бірнеше рет шимақтаған соң шимақтарының нәтижесіне қызыға бастайды. Оған қараған сайын қайталағысы келіп тұрады. Осындай шимақтан басталатын туындысынан баланың көңіл күйі мен жан толқуы көрінеді. Ең маңыздысы, сурет салғанда қол қозғалысы мен көру қабілетінің арасында тығыз байланыс орнайды. Балаға дер кезінде сұраған қағаз мен қарындаш берілмеген жағдайда ол қолындағы заттармен, яғни бордың қалдығымен, көмірмен сурет сала бастайды. Өзіне ұнағандардың бірін, әкесінің қаламсабын алуы мүмкін, анасының еріндалабын тауып алып, әйтеуір еденді, қабырғаны, есіктерді, дастархан, кітап беттерін шимайлай бастайды. Бұл баланың сурет салуға қызығушылығы оянғанын білдіреді. Сурет салу бұл эксперименттерді, шығармашылықты, объектілерді жеке көруді қамтитын процесс. Сызбада жұмыс жасау барысында бала жаңа және ерекше нәрсені жасау мүмкіндігі ретінде өзінің қателіктерін түсінуді де үйренеді екен. Бұл тәсіл суретшінің еркін болуына, тәуелсіз және табысты болуына көмектеседі. Бұл дегеніміз баланың миында шектеу болмайды, яғни шаблоннан алшақ болады. Сурет салатын баланың дарындылығына келетін болсақ, сурет сала білген бала шектеусіз істей алмайтын, адам миына сыймайтын дүниелерді ойлап табуда өте алдыңғы қатарда болады. Суреттермен танысып, бояғышты таңдап, жұмысты жетілдіре отыру баланың осындай қабілеттерін дамуына көмектеседі екен. Сурет салу балаларға эстетикалық тәрбие тұрғысынан берілетін ең басты тәрбие екендігін айтқымыз келеді. Бейнелеу өнері арқылы дүниежүзілік мәдениетпен де танысатын болады. Сонымен бірге табиғатты, жан-жануарларды көре отырып, оны салып, олармен мұқият танысады. Бала табиғатқа жақын болады. Табиғатқа жақын бала мейірімді, кең пейіл адал болады. Ассоциативті ойлау дамиды. Сурет салу оқушыларға математикалық, физикалық модельдерді түсінудің және басқа пәндерді де игерудің кілті ретінде маңызды деп айтуымызға болады. Енді сурет салатын бала мен сурет салалмайтын баланың айырмашылығы туралы айтатын болсақ, қарапайым сурет салғанның өзінде де бала өзінің суретін түсіндіріп бере алады. Егер ол сурет салып жүрген бала болатын болса, өзінің ойын толық жеткізуге осылайша үйренеді. Сурет салатын бала өз ойындағы суретті қағаз бетіне мұқият түсіріп, оны толықтай түсіндіріп, мән-мағынасын жеткізе білетін бала болады. Суретті жай салудың да мәні жоқ. Арнайы сурет салудан терең білім алып, тәжірибелі маманнан дәріс алудың да рөлі өте жоғары. Сонымен, бала бойындағы осындай дарындылықты дамытқысы келетіндерге мынадай кеңес
келісіміз бар. Шығармашылық шабыт қуаты адамға туғаннан беріледі. Балалық шақта осыған мән бермегендіктен шығармашылықтың бастауы жанбай жатып сөніп қалуы мүмкін. Мәселен, 3-7 жастағы баланың шығармашылық мүмкіндігі нақты әрекеттер арқылы дамиды. Осы жас аралығында баланың қабілеті ерекше айқын көрінеді, ал ересектер оның орнығуына, дамуына көмектесуі қажет. Сондықтан 3 жастан асқан бала бұл менің анам деп шимайлаған суретті сенімді түрде көрсетсе, оған біз қолпаштау, қолдау көрсетуіміз керек. Біз ол суреттің анасына ұқсамайтындығын білсек те, баланы мадақтауымыз керек. Осының өзі шығармашылық үдерістің нәтижесінде жетіп отырған әрекет. Ең бастысы, ата-ана баланың қолына қарындашты жиі ұстатуы қажет, және оны қалай ұстауды үйреткені де жөн. Бастапқыда балада айқын мақсат болмайды. Қарындашты қозғалтқанына қанағаттанып, қағазға не түскендігі оны қызықтырмауы мүмкін. Біраз уақыт өткеннен кейін ол өзінің қарындашты қозғалтқанынан қағаздағы іздерді көреді. Осы кезеңнен бастап балада жиі қызығушылықпен сурет салу әдеті пайда болады. Сен не салдың деп сұраса, ол не айтарын білмейді. Ал егер үлкендер гүл не мына жерде апаны салдық деп айтайық десе, ол оған келісуде, келіспеуде мүмкін. Үлкеннің көмегінсіз мектепке дейінгі баланың қабілеті дамымайды. Салған суретін үлкендерге көрсеткенде, оған міндетті түрде назар аударуды ұмытпайық. Егер сен үйде дұрыс салмадың, жылқыны бұлайша салмайды деп айтатын болсаңыз, ол келесте қолына қарындаш алмайды. Егер сурет салып жүрген бала қолына ұзақ уақыт қалам алмай кетсе, не істеу керек? Егер де осы туралы білгілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып, келесі видеоларды күтіңіздер.